Жеңілмейтін махаббат, салтанат Найхан, соғым сою. Ағаш бастарын жаздан қалған сарғайған жасаң бетін түгел таң ата қырау басып қалатын. Биіктен қарасаң ойыншыл баланың ақ сүйек асығындай топтасып үйіліп жататын ауыл. Әр сұр шатырлы советтен қалған үй суықтан панлағандай тұмсықтарын бір-бірінің қойнына тығып алған сияқты жымдасып қоян жүректенетіндей сүйкімді, ай шіркін сүйкімді. Қыстың қамы десең қателесер ең. Қыс қорқыныш емес, қуаныш. Қыстың қамын жаз жасап, егіншілік, шөп-шалаң, өріске мал қайыру бәрі қызыл бет. Ол мен қызды қойып ересектерді қажы тыңқырап жіберетін. Осы бір шыңғылтыр суық келгелі қыстың ең соңғы қамына кіріскен. Ол соғым союына қылқаны. Содан қыс кетіп көктем келгенше бұл ауыл адамдарына демалыс. Қорадағы малға мая шөптен 3 уақыт шақтап шөп салып, құлықтан бір рет су тартып, суарып қойсаң болды. Отын, су қорада. Сүр етіңді мүжіп, жылы көрпеңді оранып ұйықтайсың. Әр үй кедеймін дегенде бір ірі қарадан 10 ұсақтан сояды. Ірі байлары ірі қарамен қоса бір жылқы 20-дан аса ұсақ мал соғымдайды. Сойғанына қарап айдағанын бағамдау қиын емес. Алыстан қараған көреген адам болса, қора артындағы томпақ тезектің етегіне төгілген қызыл ала, қан жынды, буы бұрқыраған жердегі ет таласып, қаптаған қарға құзғын жиналысынан соғым етін дәметіп ат басын бұрар еді. Соғым сойған жер нағыз қан базар. Аспанда қанатын дірілдете қағып кез құйрық құс қараусыз қалғанды қалт жібермейді. Қызарғанды іліп әкетеді. Желікпе дала балалары мәз. Қызыл қанға тас малып кез құйрыққа шырқай лақтырады. Қызарғанға құс тасты іліп алысымен алданғанын біліп тастай салады. Қанша алданса да қағып алуын бір қоймайды. Алдадым, алдадым. Бала көңіл айғайлап қуанады. Аяғын енді басып балаларға ере алмай, шеткері қалған домалақ ол қолындағы құртын кез құйрық іліп кетіп, тырналған қолын қойнына салып жылап анасына кетіп бара жатады. Арасында ересектер де есе кете желпініп жүр. Әй қу тентектер, әй. Ана арсадағы етті қараңдар, ит алып кетпесін. Қара кемпір таяғына сүйеніп билік айтады. Ағаш бастар мен қашаның діңгектеріне қонған қара құзғын аракідік қарқылдап, шықылықтаса алыстан ұзын тілімен мұрнын жалап ауыл иттері үзік-үзік қыңқылап, қазапшылардың кетуін күтіп тағатсыз қимылдасайды. Кешегі өткен заман тіршілігінің соңғы сарқыны, соңғы көрінісі осы ауыл ма деп қаласың. Бұл заман үшін соңғы тіршілік. Адамдардың да адамдығы, адалдығы ойы кірлемеген. Жаһандануды жаңа сіңіріп келе жатқан еңбек ауылы, аты айтқандай еңбегі таза екі білегіне сүйенеді. Көп ұзамай бірақ күнде қар тізеге жетті. Қар қалыңдай береді. Тізеден соң терезеге жетсе, ең жазықтың бар қары желмен жүйткіп шатырдың етегін жасырады. Аулы адамдары қыс шыға ұйқыға кетер аңға құсап қозғалыссыз бұйығы күйге түседі. Таң атқанда кеш батқанда ақ шатырдың қыш мұржасынан көк түтін бықсиы көтеріліп, әр үйдің қазанда қайнатымын әйгілегендей бұлтқа араласып кетіп жатқаны. Кеше ғана осы ауылдан кеткен боқ мұрын ол жойқын Астанадан демалысқа келген. Күллі ауылдың сенім артқан серкесі һәм еркесі. Бала болса да сыйлы қонақ. Еңбек деген бала мен еңкейген шал кемпірдің сөйлессе тілінде, естісе құлағына қонып жүрген ұл. Бұрын аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген тәмсіл қазір әкесі кедей болса да білім иесі сөйлесінге ауысқан заман. Әсіресе осы ауылда. Заман жайын, кей амал әрекет жайын есі бар ересектердің бәрі осы ұлдан сұрайды. Атадан қалған жақсы үрдіс ел болып, туған туыс, жора жолдас, көрші қолаң соғым басқа шақырасады. Соғым басты жекеже үлкен ұят саналып, қатаң сөгіс өсекпен жарияланады.
Жойқын осы қызыл құйқа бас асу рәсімінің тура сәтінде келді. Күнде бір үй, у-шу, дырду әңгіме. Жылт еткенге сын көзбен қарайтын Жойқын ауылын, жақындарының күллі тыныс тіршілігін қатты сүйсінетін адамға айналған. Шал кемпірді жағалап жамбастап жату әңгімесін әрден бастатып, айтушының әлі кеткенде бірақ тоқтайды. Бір күні соғым басқа шақырылып отырған нағашы атасы Баймұрат шал үстел үстіндегі сар жалаңаш қылтан ентсіз жауырын сүйегін қолына алып елді аузына қаратты. Бұл жауырынның төбесіндегі қазандығы терең екен. Ас көп болады, берекелі уақыт алда. Ұзағынан болсын деңдер. Отырғандардың бәрі ұзағынан болсын, иншалла деп гу етіп басылды. Мына оң жақ қырындағы ұзақ ойық жолақ сиырдың жолы деп атылады. Бұл терең болатын болса, шұбыртып айдаған сиырдың көп болатындығының белгісі. Ал мына жауырынның сызығы онша терең деп айту қиын деп басын изеп, жауырынның етегін пышақпен жыртып, кең жазықты екіге бөліп тұрған ойшыл қараның өркеші. Жарықтық біздің заманымызда биік болушы еді. Қазір ғой пышырайып қысқарып қалғаны. Біз түйе көрмегелі қашан? Солай емес пе дегенде қасында отырған екі шалға қарап күрсінгенде болды да, адамы азса малы неге азбасын? Жауырын сүйегі тым жұқарып кеткен. Кең жазық жотасынан жарық өтпейтін, жарықты күнге тастасаң апталық қана ғұмыры бар. Ары кетсе бір ай қурап қалады. Кешегі 7 жұртты белінен басқан адам қайытты деген осы. Айнала отырған жастарды көзімен бір шолып өтіп, кешегі 7 жұрт қазір келсінші, 7 күн шыдамайсыңдар. Құдай одан сақтасын деңдер деп аушылаңқырап кетті. Отырғандар тағы да сақтасын деп 2 рет қайталады. Енді аз болса ішінде кәрін төгіп заманға қарғыс айтар еді-ау. Шапағатты шал ақылды қария деген салмақты көтере алмай, талай кәрі сақалын тақырлап қырып, менің өнегімді алмаңдар деп 100 грамдатып отыратын көксоқтылардың қасында біздің шал айбарлы, терең адам. Ауыл боп алдын кеспе жалғыз сыйлайтын қариясы осы Баймұрат шал. Айналадағы есі бара еркек атаулы боз бала-шағаның бәрі үндері өшіп, өтірік болмашы заттармен әуреленіп отыр. Іштей мойындаймыз дейтін сияқты сірә. Ата, бұл сүйектің сондай қандай қасиеті бар деп жойын үнсіздікті бұзды. Бұған Баймұрат шалдың өзі қуанып кеткендей. Балам, мал сүйегінде қасиетсіз болмайды. Қазанға түсіп етін жеген соң бәрі қасиетті. Қазақтың сүйек оқитын шалдарын көріп өстік балам. Сүйек тұрғанда қазақ ешқандай жақсы балгерге жүгінбейтін. Су мен шөпке тойған мал да табиғаттың бір бөлшегі. Бәріне иелік етіп отырған бізге де мал сүйегі сол табиғаттың үнсіз жазған хаты дейтін бұрынғылар. Әр сүйектің мыңдаған жылдық тарихы бар. Бұны болашаққа жеткізу сендердің мойындарыңда. Қазір сүйектерге қарасаң сиқы жаман. Бәкісін сүртіп отырып сөзін аяқтады. Рас-ау. Бұл туралы бұрын неге ойламағам? Атамен уақыт өткізер ермек табылды. Жойқын ауыр атмосферада қуанышын бүркеп іште атасына серт бергендей болды. Қолындағы орта жүлікті алдына табақ еткелгелі тап-таза қылып мүжіп, тастамай иемденіп отырған. Әкесі сүйекті жақсылап мүжу керек, әйтпесе әйелің сұлу болмайды дегенді бала күнінен сіңірген. Етті сүйек қолына тисе барынша тырысатын әдеті. Сахар уын малып алғандай қу сүйегін қалдыратын. Әңгіме сұйылып, үй келіні дастарханды жинай бастаған. Дөңгелек жер үстелде сары тобыры болып жатқан сүйектерді түгел сыпырып қоқыс торбасына тоғытты. Жойқын да қолындағы ортан жілікті қоқыс торбасына тығып жібергені сол. О, әкеңнің, шығар ана ортан жілікті. Айтқан сайын кеткен көшірмелер. Баймұрат шал мықтап ашуға мініп, сақалы ілгері кейін кетіп жыбырлап кетті. Іле шала келін айналайын ана дорбадағы тобылғы сүйекті пешке салып жібер деп келінге келгенде сабырға келгендей көрінді өтірік. Айнала асқа жиналғандардың бәрі бірдемені бөліріп қойғандай, хан алдында отырғандай қипақтады да қалды.
бейне бір ұрыс шығып қалатындай келінді тірлігін тез бітірді. Қолына ортан жілігін алып алған Жойқын: «Иә ата, бұл сүйектің қасиеті көп болғаны ма? Нені меңзедіңіз?» деп атасының еркесі кеудесін көтеріп тіке қарады. Шал сүйекті өзіне алып біраз дүниені есіне түсіргендей түнеріп ұзақ отырып: «Баяғыда біздің 5-ші атамыз Уез асқан батырлығымен көзге түскен адам. Сендердің де аталарың. Жоңғар қазақ шайқасы ушығып тұрған кез болса керек. Кек пен өшпенділік жайлаған. Басып алу, шабып алу тағы тағылар. Уез батыр жауын талай қан қақсатып, 2 қабат жоңғар қатындарының ішін жарып, баласын суырып алады екен. Керейдің ауылын өзі бастап көшіріп қондыратын биік сенім иесіне айналған. Керей тамырынан байру, жылқысы мыңдап шырқыраса, қойы жайлауға симай, бір жазда 2-3 қоныс аударады. Некере кең жайлауда үлкен ас үстінде қапыда Уездің ауылына жау шапқан жоңғарлар. Аяқ асты не істерін білмей халық быт-шыт болып шар тарапқа қашып бас сауғалаған. Уез батыр мал сүйектерінің сұмдық тілшісі еді. Сасқалақтаған аңғал батыр мүжіп отырған ортан жілігін тастай аттанса керек. Жоңғар қолы толық ауылға енгенше халық бас сауғалатып үлгереді. Жау саны өте басым болған. Бос ауылды келіп ойрандай бастайды. Осы кезде Уез батырдың ойына жаңағы мүжіп отырған ортан жілік сап ете қалды. Ортан жілікті шағып майын алмай қоқысқа тастамайтын, етіне жалатпайтын батыр жауына қалай қисын? Азғана қолын бастап қалың жауға лап қояды. Өз шатырына келіп ортан жілігін шағып майын жеген. Ортан жілікті шақпай қалдыру жаман ырым. Өз ырысыңды басқа тебу. Ортан жілігін ұстап тұрып қолға түскен. Осылай Уез батыр жау қолынан қаза болған. Осыдан бастап қазақ ортан жілікке құрметпен қарауды үйренген. Енді келіп қоқысқа маймен тастап басқа келген дәулетті сыртқа түйіп отырғанымыз мынау. Қасын керіп сақалын дорбаланған кәрі саусақтарымен тарақтады, шүйіріліп отыр. Ұзақ үнсіздік ұялғаннан, мүмкін менсінбегеннен. Ата, күллі қазақ осы оқиғадан үйренді дегеніңіз артықтау деген Жойқынның сөзін атасы ашумен шорт кесіп: «Оу жазғандар, ас қадірін сүйек қасиетін білген біздің Керей ғана ма? Қазақтан ондай ардақтылар жетіп артылады. Артқа қарамай алға басам дейтін сендер емессіңдер ме?» Балталы сөз талайдың аузын тігіндеді. Келіндер зыр жүгіріп дән тасып әлек. Атамызға бір адам жақ аша алмады, тағы ұятқа батып, жер боларын сезаме. Шақ-шақ еткен дауыс ойға батқан салаларда мазақтағандай сық-сық күлген қыздың кекесінің күлкісі секілді. Домалана келген етті жігіт байланған мұрты жыбырлап ортан жілікті шаға алмай жатыр. Жығылғанға тиген жұдырық. Жілікті шағуда үлкен өнер. Ебін келтіре алмасаң ез атанасың. Жиналған жұрт шыдамсызданып әрең отыр. Тез жіліктің шағылуын тілегендей. Солақ сылқ етіп май ақтарылып ортан жілік қақ бөлінді. Сары жылбысқа майды пышақпен бөлшектеп, атамыздан бастап қонақтарға таратып шықты. Берекелісін қарашы, елдің бәріне ауыз тиюге жетті. Түрлі тәтті мен дәм тұзы бар дастарханды жағалай отырып шай ішіле бастағанда Жойқын тағы да бастап: «Ата, бағана бір сөзіңізде саусақтай тобылғы сүйегін атап өтіп, пешке салуын өтіндіңіз. Оның сыры неде?» деп қызыға сұрады. Шайын іше отырып, айтуға себеп таппай отырғандай тарқатылып тез сөйлеп ала жөнелді. Тобылғы деп аталу сыры да бір ерекше құсқа байланысты. Көз көріп бағамдамайтын бұлттан да ары аспан әлемінде мәңгі қалықтап жерге қонбайтын тобылғы атты құс бар. Ұшудан қанаты талмайды екен. Аты айтып тұрғанда 2 аяға домаланған еш жерге қонып отыра алмайтын байқұс. Қонса домаланып құлап үйелеп қалады. Тек ұша береді, ұша береді. Қона алмаған соң қалай жемін тауып жесін? Жер бетінен келетін қорек иістерден нәр алатын құс. Қазақтың сол құсқа арнап тобылғы сүйегін отқа жаққан. Сүйектен шыққан түтінмен көктегі тобылғы құс қоректенеді. Осылай күн кешетін мүсәпір құс. Сол құсты да ұмыттық қой, балам.
Көшедегі қайыршыға бір теңгесін қимайтын қазақ енді ол құсты қайдан керек қылсын. Әр нәрсенің өз жүйесі бар. Бізде жүйе де кие де қалмай барады-ау деп көп дүниеге өкінгендей әйнектен көк аспанға көз тастады. Еңбек ауылы қағаз қалашыққа ұқсап қатпарланып еңсесін биік көтереді. Жойқын да атасының аңыз әңгімесін қойнына толтырып ауылдан кеткісі жоқ қоңылтақсып алып қала Астанаға аттанып кетті. Әр тасы мен бұтасында ізі қалған көмпіс ауыл көк түтін көкке сауып, білегін былғап шығарып салғандай созбақталып көз ұшынан ғайып болды.